Баршаңызға қайырлы күн. Менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен тіс ауруынан құтылу жолдарын айтатын боламын. Каналыма жазылып, лайк басып, қолдап кетіңіздер. Егер сіздің тісіңіз қақсап, маза бермей ауыратын болса, бірден дәрігерге көрініңіз. Себебі бұл тіс ауруынан құтылуының ең оңай жолы. Алайда өкінішке орай ауру айтып келмейді. Ол кей жағдайларда ең бір қолайсыз сәттерде туындайды. Мысалы, кешкілік уақытта. Ол кезде жаныңызды қоярға жер таппай, ары-бері қозғалшықтап, еріксіз көзіңізден жас келеді. Мұндай жағдайда не істеуіміз керек? Сіздерге тіс ауруынан құтылудың әдістерін айтпас бұрын кішігірім ескерту айта кетейін. Біз айтайын деп отырған ем шаралар тек тіс ауруын қойдырады, ал толық емді тек дәрігер ғана көрсете алады. Тістің қақсап сыздап ауыратыны белгілі. Сондықтан біріншіден тіс ауруын қойдырудан бұрын ми жүйесін алаңдатуымыз керек. Ол үшін ежелден келе жатқан халық медицинасын пайдаланамыз. Қолыңызға сарымсақтың бір тал кеспесін алып, оны екіге бөліңіз. Одан кейін екіге бөлінген сарымсақты ауыратын жерге апарып басыңыз. Сарымсақты тіске неғұрлым жақынырақ қойсаңыз, соғұрлым ауру тез қояды. Сарымсақ шырыны тістің тамырын жылдам тыныштандырады. Бұл шамамен 5-10 минутқа жалғасады. Осы уақыт аралығында сырқат жайлап басылады. Екінші әдіс тұз бен йод. Бір стакан жылы суға 1 шай қасық ас тұзы мен 7 тамшы йод қосасыз. Тұз ерігенше жақсылап араластырыңыз. Дайын болған сумен ауыз қуысын шаясыз. Бір шайғаннан ақ тіс ауырғаны басылады. Бұны 2-3 рет қайталаңыз. Үшінші, қалампыр майы ұзақ уақыт бойы ауыздың ауырсынуын емдеу үшін дәлелденген ем ретінде қолданылады. Егер сіз білмесеңіз, қалампыр майы тамаша антисептик болып табылады. Бұл май дәріханада немесе интернет дүкендерінен таба аласыз. Егер сізде тіс ауруы болса, мақта тампонына аз мөлшерде қалампыр майын жағыңыз. Содан кейін оны тістің зақымданған аймағына жағыңыз. Төртінші, сутегі асқын тотығы. Перикис водороды. Өткен ғасырдың ортасынан бастап стоматологияда қолданады. Перикис күшті микробқа қарсы әсерге ие. Сондықтан перидонтит кезінде және қызылекке хирургиялық процедуралардан кейін қызылекті шаю үшін қолданылады. Перикис сонымен қатар бляшканы пайда болуы процестерін тежейді және оның төмендеуіне ықпал етеді. Тіс ауруы кезінде сутегі асқын тотығы мен ауыз қуысын шаюға арналған ерітіндіні дайындауымыз қажет. 2 ас қасық перикис 3% өнімді 100 мл қайнаған суға сұйылтуымыз керек. Процедура кемінде 2 рет жасалады және 3-5 минут бойы аузымызды шаямыз. Бесінші, қызылша шырыны. 1 дана таза піскен қызылшаны шырын сыққыштан өткізіңіз. Дайын болған шырынның 1 жұтымын ұрттап, аузыңызда бірнеше минут ұстап тұрыңыз. Бұл да тіс ауруына ем болады. Ал егер қызыл иек қанап жүрсе, онда қызылшаны жіңішке етіп турап, қызыл иегіңізге қоюға болады. 6-шы әдіс арнайы тіс ауруын қойдыратын дәрі-дәрмектер пайдалану. Мысалы, баралген, нурофен, аналген, кетанал, кетанов сияқты дәрілер пайдаланамыз. Осы аталған дәрінің біреуін ғана пайдаланамыз. Бүгінгі пайдалы ақпаратым сіздерге ұнады деген сенімдемін. Маған лайк басып, каналыма жазылыңыздар. Сұрақтарыңыз болса комментарияға жазыңыздар. Міндетті түрде жауап беремін. Көріп тыңдағандарыңызға рахмет.